Шын мәнісінде мені Ксавиенің құжат қағаздарына қол қоюға мәжбүрледі. Сол кезде мен не болып жатқанын әлі түсінбедім. Ковид кезі болатын, желіде қарама-қайшы ақпараттар өте көп. Маған олар, егер Ксавие дәрі ішпесе, өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін деп айтты. Жыныстық жетілу блокаторлардың стерилизацияға алып келетінін ешкім маған түсіндірмеді. Сөздің қысқасы, мен ұлымнан айырылып қалдым. Транстардың туғанда берілетін есімді өлім есебінде деп атаулары бекер емес екен. Өлім есебінде, өйткені менің ұлым. Ксавие өмірден озды. ОК вирусы оның түбіне жетті. Бұл идеологияны алға тартқандардың түрмеге отырғандарын қалаймын. Коронавирустық пандемияның өршу кезеңмен бірге келген ақылға сыймайтын іс-әрекеттерді көріп, мен дабыл қаға бастадым. Сол сәтте осы арна пайда болды. Желіде карантинге алынған жас өспірімдерді ЛГБТ қоғамдастығына тартатын қауымдастықтар мен түрлі топтар көбейді. Көшелерде алғашқы томбой қыздар пайда болды, ал Мәскеудің жетекші психиатрлары менің назарымды суицид жасайтын балалар санының күрт өсуіне аударды. Жыныс ауыстыру дерті шектен шықты. Ұлыбритания мен ақш-та ата-аналарға жыныс ауыстырудан шығу жолы ұсынылды. Сол кезде менен жоғары кабинеттегі әріптестерім мені бәрін ойдан шығарып алды. Ешқандай жыныс ауыстыру дерті танытып жүр деп жауап берді. Бірақ 2 жылдан кейін жүздеген тағдырлар батыс трансгендерлік эпидемия туралы айта бастады. Біз TikTok қарап, ПЦР тест тапсырып, дүкенге бару үшін кодтар теріп жүргенде эпидемияның қалай өршігенін байқамайда қалған сияқтымыз. Нью-Джерси білім департаментінің зерттеулеріне сәйкес, соңғы 4 жылда өздерін транс қоғамдастыққа жатқызатын оқушылар саны назар аударыңыз. 4218-ға өсті. Илон Маск айтып отырған апаттың ауқымы өте кең. Бірақ оған жауапты адамдар жазаланбайды.